махаббаттан сүйемін. See, don't be on the road too tough, but I still cut through with the local tugs. Could've ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Дәл осындай видеоны қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ең бірінші сурет жасаймыз, иә, Димаштың суретін жасаймыз жасанды интеллект арқылы. Екіншісі сол суретті видеоға айналдырамыз. Сосын сол видеоларды бір-біріне қосып монтаждаймыз. Ең алдымен суретті жасау үшін мына сайтқа өтесіз, hixfield.ai. Содан кейін image дегенге барасыз, image деген сурет деген сөз. Сосын мына жерде төменде промпт жасайтын осындай поле болады. Мен көріп отырсаңыздар, мен уже бірнеше суреттер жасадым. Осы полеға промпт саласыз. Мен сізге промптты дайындап қойдым мына жерге. Телеграмға, менің тегін телеграм тобым бар, соған өтсеңіз, мына жерде мінекей азаттан деген жерде дайын осындай JSON промпт бар. Соны копировать етесіз, мына жерге басып. Сосын мына жерге басасыз да вставить дейсіз. Мында екі промпт қалдырып кеттім. Димаш до, Димаш после. В общем, все, бітті. Тек мында форматты дұрыстап таңдап алыңыз. Banana Pro 916 вертикальный, да, мында горизонтальный таңдауға болады. Сосын мында разрешение фотоның 4К десеңіз, ана фотоның разрешениесі үлкен болады. Generate деп басасыз. Сәлден соң бұл суретіміз дайын болады. Суретіміз дайын, мұны қараңыз, мында Димаш Құдайбергенов и астында менің Instagram логотип және аккаунтым жазылған. Осылай сіз кез келген адамның видеосын жасай аласыз. Фото дайын болғасын оңай жолы бар. Видеоға айналдырудың. Фотоға басасыз да, мында төменде видео деген кнопка бар. Соған басасыз. Бірден осы фотоның негізінде ол видео жасауға бастайды. Бірақ сіз мына модель таңдаңыз. Клинк емес, 2.5 деген, 2.5 fast деген жақсы болды және арзан болды. Веоны таңдасам, ол популярны адамдарды, селебритиларды жасамайды екен. Ал Қытайдың моделі жасай береді. Мұнан секунд таңдайсыз, разрешение таңдайсыз, generate дейсіз. Бірақ промптты ұмытып кетпеңіз. Мына жерде тоже телеграм тобында, тегін телеграм тобында промпт бар, міне видео промпт. Копировать етесіз де вставить дейсіз. Видеоны скачать етіп болғасын, өзіңіздің кез келген видео редакторға саласыз и монтаждайсыз. Мысалы мен CapCut қолданамын. Бұл инструкцияны жоғалтпау үшін сақтап қойыңыз.